Баршаңызға сәлем, мені арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ляззат. Достар, мен бүгін сіздерге бұрыннан келе жатқан рецепттерімнің бірі үй жағдайында сгущенка дайындап көрсететін боламын. Арнама жаңадан келген көрермен болсаңыздар, төмендегі подписаться батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ мені арнамда құлпынайды үй жағдайында шоколадпен сәндеудің және де дәл осы көкөністерден диеталық кешкі ас дайындаудың сәбіз бен алмадан жасалған шырыны рецептісі бар. Көзге пайдасы өте зор. Видеоның соңына сілтемесін қалдыратын боламын. Бізге піспеген сүт қажет болады. Сүтке қант қосып, оны отқа қоямыз. Оттың астын қатты қоямыз, сүт қайнаймын дегенше. Қанты ерігенше жақсылап үздіксіз араластыратын боламыз. Достар, менің видеомды пайдалы деп тапсаңыздар, төмендегі поделиться батырмасын басу арқылы өздеріңіздің достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөліссеңіздер болады. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте қажет. Сіздің болмашы ғана әрекетіңіз мен үшін өте маңызды. Жақсылап араластырып, енді сүтіміз қайнағаннан кейін астын баяу отқа қоямыз. Әр 10 минут сайын сүтімізді араластырып тұрамыз. Асты қатып кетуі мүмкін. Егер сіз дайындаған сгущенка дұрыс шықпай жүрсе, онда дәл осы рецептпен жасап көріңіз. Бар жоғы 1 сағаттың ішінде өзіңіз қалағандай дәмді сгущенканы үй жағдайында дайындап алатын боласыз. Сүтіңіз міндетті түрде піспеген болу керек. Мен бұл жерде 5 литр сүт қолданған болатымын. Бұл 5 литр сүтте мен 3,5 литр сгущенка дайындап алдым. Біздің сүтіміз қоюланып азайып келеді. Достар, менің каналымда көптеген мастер-класстан алынған қолжетімді қарапайым ғана рецепттер бар. Бір жақсағаннан ақ шығатын сәтті рецепттер. Арнамды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Біздің сгущенкамыз дайын, оның арасында аздап түйіршіктер болуы мүмкін. Оны блендердің көмегімен езіп алатын боламыз. Мінекей достар, біздің сгущенкамыз дайын. Ендігі кезекте оны тоңазытқышқа 1 күнге қойып қоюлатып алатын боламыз. Ыдысымызға сгущенканы құйып алғаннан кейін оған салқын су құйылған ыдыстың үстіне жарты сағатқа қойып қоятын боламыз. Дәмді керемет сгущенканы сізде үй жағдайында дайындап көріңіздер. Сіздермен тағы да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Каналымнан алыстамаңыздар. Бетін осылай салапанмен жауып, немесе басқа ыдыспен жауып қойсаңыздар да болады. Холодильникке қоямыз. Мінекей достар, біздің 1 күннен кейін сгущенкамызды көрдік. Өте қою әрі өте дәмді болып шықты. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны қарағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.